Кеш жарық әріптестер, бүгін мен сіздерге сыныпты екі топқа бөліп оқыту бойынша сұрақтарыңызға жауап бермекшімін. WhatsApp желісі және әлеуметтік желілер арқылы тарап жатқан ақпараттардың барлығына сене бермеңіздер. Сенбеулеріңізге шақырамын. Нақты заң бойынша дәлелді түрде белгіленген заңдарға, бұйрықтарға сенуге шақырамын. Бүгін мен сіздерге мынандай жалған ақпарат тарап жатқандығын айтпақшымын, яғни ауылдық өңірде оқушы саны 20 және одан артық, қалалық өңірде оқушы саны 24 және одан артық болған жағдайда ғана сыныпты екі топқа бөлу қарастырылған деген жалған ақпарат тарап жатыр. Бұл әрине жалған. Ал енді әдістемелік нұсқауқатқа сүйенетін болсақ, 2022-2023 оқу жылынан бастап сыныпты екі топқа бөліп оқыту ауылдық мектептерде сыныпта 24 және одан да көп білім алушы болған кезде жүзеге асырылады деп жазылған. Ал интернет желісі арқылы тарап жатқан жаңағы ауылдық өңірде 20 оқушы, қалалық өңір болған кезде жүзеге асырылған деп жазылған екен. Енді шағын жинақты мектептерде жекелеген пәндер бойынша бөлу, міне көрсетіп қойын бұйрығын. Бөлу біріктірілген немесе дербес сыныптарда білім алушылардың әртүрлі жастағы оқуын ескере отырып жүзеге асырылады деп жазылған. Сонымен қатар қарап оқитын болсақ, бұл әдістемелік нұсқауқаттың 12-ші бетін ашып оқыңыздар. Мұнда былай жазылған екен, яғни бастауыш білім беру, негізгі орта білім беру, сонымен қатар негізгі орта білім беру және жоғары жалпы орта білім беру бойынша сыныпты екі топқа бөлу 24 және одан да көп білім алушылар болған кезде жүзеге асырылады деп жазылған. Бұл қазақ тілі мен әдебиеті пән оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін сыныптардағы шетел тілдері, көркем еңбек, информатика екіге бөлінеді деп жазылған екен. Мынау бірінші сынып бойынша, яғни бастауыш сынып бойынша, негізгі орта білім беру бойынша мұнда жазылған. Сонымен қатар төменде былай жазылған, бұл 13-ші бет, сыныпты екі топқа бөлуге жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша орыс тілі мен әдебиеті пәнінен сыныпта 24 және одан да көп білім алушы болғанда барлық орыс тілінде оқытпайтын сыныптарда екіге бөлу қарастырылады деп жазылған екен. Осылай негізгі заң, бұйрықтар бойынша жалпы әдістемелік нұсқауқат бойынша 24 деп жазылған екен. Бұл әрине мұғалімдердің сағат сандарына әсер етеді. Көптеген мұғалімдеріміздің сағат сандары қысқарып жатыр. Жұмыс іздеп жүрген педагогтер көп, ал сағат сандары аз. Алдағы оқу жылы мүмкін тағы да бір өзгерістерге ұшырап, мүмкін былтырғы жыл бойынша мына жалған ақпаратты министрлік қолдайды деп әлі де үміттенеміз, себебі көптеген мұғалімдеріміз үшін 24 оқушыдан бастап әсіресе ауылдық өңірдегі әріптестерімізге өте қиын. Басқа да пікірлеріңіз болса төменге жаза отырыңыздар. Бүгінше осы, сау болыңыздар.